Қайырлы күн әріптестер. Бүгін біз сабақта қолдануға арналған 3D платформалардың қайдан алуға болатындығын үйренетін боламыз. Ең алдымен сіздер интернетке кіресіздер де Mosaic 3D деп жазсаңыздар, мына жерде біздің Moza Web деген сайтымыз шығады. Осы веб-сайтқа кіргеннен кейін қарасақ, мына жерде неше түрлі ақпараттар бар. Мысалға, осы программаның приложениелері қандай бар, телефонда қолдануға болатын. Тағы да осы секілді форматтар бар екендігін көрсетіліп тұр. Кейбіреулерді ағылшынша шығып тұратын болса, осылайынан экранның үстін бассаңыздар, перевести на қазақ тілі деген бар. Қазақша аударып алсаңыздар да болады тіпті. Осылайынан сіздер өздеріңіздің аккаунттарыңызға кіру керексіздер. Мына жерде қамбар жинат деген орында сіздерде YT деп тұрады. Сол YT дегенді басып, создать аккаунт дегенді басып, аккаунттарыңызды тіркеп алсаңыздар болады. Бұның қолданған негізі программасы да бар. Программасын Android-ға, Apple-ға, өздеріңіздің қалаған телефондарыңызға тіркеп алсаңыздар болады, скачать етіп алсаңыздар болады. Енді бізде iPhone-ға взломанный версиясы жоқ, бірақ Android-ға взломанный версиясын, яғни кез келген бейнені былайша айтқан кезде тегін табуға болатын версиясын біз Telegram каналға тауып жүктеп қоятын боламыз. Ең алдымен енді сабаққа кіретін болсақ, мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандай біз неше түрлі видео сабақтар бар, продукт деген нәрсе бар, магазин деген нәрсе бар, цифровой урок деген 3D модельдер бар, медиа деген нәрселер бар, және өзіміздің кәдімгі профиліміздің аккаунты бар. Бізге қазір мына жердегі ең маңызды нәрсе бұл 3D модельдер болғаннан кейін 3D деген форматты басамыз. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай биология, география, физика деген сияқты неше түрлі сабақтар бар. Осы сабақтардың любойын өзіңізге керегін таңдап алсаңыз болады. Және қараңыздар, мысалы үшін биология деген таңдайтын болсақ, мінекей адамның денесі, құлағы, динозаврлар туралы ақпараттар шығатын болады. Тағы да сол сияқты географияны таңдайтын болсақ, географияға байланысты нәрселер шығатын болады. Мысалы үшін атмосфера, тағы да осылайынан өзіңізге керекті модельдерді тапсаңыздар болады. Мінекей, егер де өзіңізге керекті нәрселерді мына жерден поисктан іздеп шықсаңыздар да болады. Мысалға, динозаврлар дейікші. Динозавр. Динозавр деп жазамыз. Мінекей динозаврлардың түр-түрі бізге шығып жатыр. Өзіміздің қалағанымызды алып таңдайтын боламыз. Мына жерде цифровой уроктар, яғни сабақтарды қарасаңыздар болады. Мына жерден видеолар қарасаңыздар болады. Кітаптары бар өздеріне арнайы керемет. Осылардың кез келгенін өзіңіздер скачать етіп жүктейтін боласыздар. Біреуінің үстінен бассаңыздар осылай открыть 3D деген шығады. Открыть 3D дегенде сіздерге лаунчер программасын орнату керек болады. Өздеріңізде егер жоқ болатын болса, автоматом экранға шығатын болады. Программаның аты жөні, барлығы толыққанды қай жерден скачать етуге болатындығы, яғни сілтеме күйінде шығады, үстінен бассаңыздар автоматын скачать етіп орнатылатын болады сіздердің компьютерларыңызға. Мінекей біздің 3D моделіміз осылайынан жүктелетін болады. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай динозаврдың басы, мұрны барлығы көрініп тұр. Мәссаған. Бұл бізде трицератопс деген динозавр екен. Мінекей сыртқы құрылысы қандай, адамдармен салыстырғанда қандай екендігі бүкіл ақпараттар осы жерден көрсеңіздер болады. Программа күйінде орнатып алсаңыздар да ол артық етпейді. Мінекей мысалы үшін өздерінің мүйіздері, үш түрлі мүйізі бар екендігін, тағы да өзінің аузы қандай болатындығы барлығы көрсетілген. Бұның қаңқасын көретін болсақ, осылайынан қаңқасын да шығарып беретін болады бізге. Тура осылайынан бізге өзімізге керекті материалдардың бәрін қарауға болады. Тіпті анимация деген формат бар. Сол анимация деген форматта бізге осылайынан кәдімгі видео сабақ ретінде дайын тұр. Өздеріңіз оқушыларыңызға керекті, қызықты материалдармен бөліссеңіздер болады. Бізде Mosaic 3D форматы осылай жұмыс жасайды. Сіздерге керекті орнатылатын программаның қазір аты жөнін мен көрсететін боламын. Ноутбукқа осы Mosaic 3D Viber деген программаны орнату керек болады. Өздеріңізге керекті неше түрлі ақпараттардың барлығын осы сайттан қараңыздар болады.